Кайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгерім. Бүгін сіздерге ешқандай ашытқысыз дрожжы жасалатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ешқандай да арасы шикі болмай, осылай ісініп шығатын бауырсақтың жасалу жолын көрсетемін. Бізге қажетті заттар осылар. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты салып жақсылап араластырып аламыз. Енді ертілген сармайды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтті де құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп аламыз. Ұнның граммы мен жазған граммнан сәл кішкене көптеу мүмкін, біреуде аздау болуы мүмкін. Кішкене осылай қасықпен араластырып алдым. Кейіннен жақсылап июін қандырып, қамыр еледім. Қамырдың бетін 20-10 минутқа жауып қоямыз. 10-20 минут өткен соң қамырымызды өзімізге керекті етіп зуалаға бөліп дайындап аламыз. Бұнда ешқандай да қажет етпейді. Енді қамырды жайып аламыз. Қамырды қатты жұқа қылмаймыз, орташа қылып жаямыз. Жайып болған соң осылай думалақтап алдым. Бауырсақты кесіп дайындап алдық, енді қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Май қызып дайын болғаннан кейін осылай бауырсақтың бәрін салып пісіріп аламыз. Екі бетін қызартып. Пісіріп алған бауырсақтарды салфеткаға салып майын кішкене сіңдіріп аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, сіздер де жасап көріңіздер дәл осы рецепт бойынша. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді де ұмытпаңыз. Және қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз, сонда менің видеоларымды бірінші көретін боласыз.